Сәлем. Сіздермен 5 ай үзілістен соң қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Менің есімім Айдана, менің арнама қош келдіңіз. Жалпы біраз уақыт түсірмей кеттім. Шыны керек, керісінше баламның қырқына шықпай тұрып, біраз видео түсіріп тастау керек еді деп ойлап қоямын. Қазір тек қызым ұйықтаған кезде ғана түсіре аламын, себебі ояу кезде оның дауысы шығып қалады, екеуміз ойнаймыз, біраз уақыт өткіземіз. Сол себепті видео түсіретін мүмкіндік уақытта онша бола бермейді. Көріп отырғандарыңыздай, бүгінгі видеоның тақырыбы босанудан кейінгі күтім. Жалпы менің күтімім кейбір жас келіншектерге қызық болады деген ниетпен түсіріп жатырмын. Алдарыңызда декретте үйде отырса да кішкене боянып сыланған, бұйрасы онша шықпай қалған Айдана. Осы кезде айтып өтейін қысқаша, бұйраны немен жасадым? Ол осындай зат. Каспийден алдым. Негізі болады екен, бірақ маған плойкамен істеген көбірек ұнайды. Осымен болды. Енді күтім жайлы айтайық. Менде табиғи босану болды, яғни естественные роды. Жалпы қалыпқа келу мерзімі 40 күн шамасын құрады. Роддомнан келген соң үйде қайнапам болды. Ол кісі маған көмектесіп, барлық білмегенімді айтып, тамағымды істеп, солай 10 күн бойы күткен болатын. Мен осы уақытта көбінесе демалдым, маған баланың қасында жат, демал, ұйқыңды қандыр деп солай кеңес еткен еді. Мен түсінгенім бойынша босанып келген әйел горизонтальный, яғни жатып, осы позада біраз қалпына келуі керек. Яғни жатыры, барлық ішкі құрылыстары орнына келу үшін. Менің түсінгенім, маған келген кезде айтқан болатын, сенің денең тура жаңа туған сәбидікіндей, сен ойламай ештеңе болмады деп. Мен керісінше айтамын да, менде бәрі жақсы, мен өзімді бұрынғыдай сезінемін, ондай күтімді қажет етпеймін деген секілді сезімдер болды. Бірақ та маған түсіндірді, әйел адамның жаңа жатыры ашылғаннан кейін, баланы дүниеге әкелгеннен кейін сондай әлсіз болады. Яғни жаңа туған бала қандай нәзік әлсіз, жаңа босанып келген әйелде сондай нәзік болады деп. Сол себепті жақсы ұйқы, құнарлы тамақ өте маңызды, және терлеп шілде терін шығаруда маңызды болып табылады. Осы тұста послеродовая депрессия деген болады. Жалпы мен өзім оны сезіндім деп айта алмаймын. Немесе сезінсем де депрессия дейтіндей деңгейге жетпеген секілді, себебі мен бұл жайында толыққанды айта алмаймын. Бірақ маған көмектескен нәрсе, мен ойымша, ол осы күтім. Яғни бала ұйықтаған кезде анада бірге ұйықтап демалып алуы. Бұл жерде ұялатын ештеңе жоқ. Үйде қонақтар, кісілер, үйдің шаруасы деп жүріп қалу әрине дұрыс емес. Бұл жайында өте көп қыз келіншектер, бізден бұрын босанып қойған аналар айтып өткен болатын. Бұрын кезде жарайды, дымда күтінбедік, жүре бердік, су тасыдық, көмір әкелдік деген сияқты әңгімелер бар. Бірақ та ол әрине дұрыс емес екенін бәріміз білеміз. Артық нәрселерді ойдан шығару. Баламен уақыт өткізіп, өз баласына қарап, ана екенін сезіну. Себебі шыны керек, менде басында өзімді ананың рөлін ойнап жүргенде сезіндім. Ана екеніме сене алмағандықтан, мысалы қаншама дайындаласың, 9 ай бойы күтесің, оны толғатасың, бірақ ол бала дүниеге келгеннен кейін сен сене алмайсың. Шынымен де мен мама болдым ба, мен бұл кішкентай бөбектің мамасымын ба деп сондай сезімдер болады. Жаңағы жуындырып жүрген кезде, жөргегін ауыстырып жүрген кезде өзін ойлайсың, мен уже осындай жұмыстар жасап жүрмін, шынымен де уже мамамын ба деген секілді чувство біразға дейін осындай сезім болады. Сол
сол себепті де жаңағы бастапқы демалыс кезінде, жаңағы бастапқы уақытта өзінің сезімдеріне көбірек көңіл бөлу керек. Және онда тұрған ештеңе жоқ, ұялатын ештеңе жоқ. Ешкім бірден дайын болып, ана болып шыға салмайды, туа салмайды ешкім. Барлығы үйренсе, уақыт өте келе қабылдайды, махаббаты, мейірімі ашылады. Қызым оянып кетті. Қазір қасыма жатқызып қойдым. Екінші маңызды нәрсе ол бізде құнарлы тамақ. Яғни ананың бойына сүт келе бастағаннан бастап, ол балаға нәр. Балаға өзінің тура қанша дәрумені бар, соны жартылай бөліп баласына береді. Сол себепті әрдайым қанығып тұру үшін құнарлы, өте пайдалы тамақтарды, тағамдарды жеген дұрыс. Әрине барлығы баланың қаншалықты аллергичный, соған байланысты, бірақ та менің түсінуім бойынша жүктілік кезінде ана қалай тамақтанды, сол тағам өнімдерін туғаннан кейін де біртіндеп рационға қоса беруге болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ал егер колики, газики дейміз ғой, олар баланың жалпы ас қорыту жүйесінің дамып келе жатқаны, сүтті қорытуы, яғни ол 9 ай бойы тамақтанған жоқ, сүт ішкен жоқ, мысалы, соны үйрену кезінде болатын процесс колики деген. Яғни онда ананың жеген тамағына ешқандай әсер жоқ деп ойлаймын, менің жеке түсінігім бойынша. Өзімізде Зереде жалпы бас кезінде сондай ас қорытумен кішкене үлкен дәретке шығумен кішкене ақаулар болды. Сол мен түсінгенім бойынша бала жаңа туған, ол ештеңені білмейді, оның ағзасы барлығын жаңадан үйренеді. Яғни баланың денесі осы өмірге адаптациядан өтеді. Келесі маңызды жайт ол жақындарының көмегі. Ешқашан көмектен бас тартпаңыз, керісінше ол сізге жақсы. Көмектесем деп тұрған кісіден әрине көмекті қабылдай біліңіз. Айтып өткендей, қызым қазір 6 айдан асты. Ақырындап ширап келе жатқан сайын барлығымыз білеміз, әйел адамның шашы түсіп бастайды. Яғни ол уже 4 айдан бастап, бізде 6 ай шашым қаншалық түседі екен айтпай қойын, өте қатты түсіп жатыр. Соңғы кездері хит болып кеткен су сабынды мен де алдыртып көрейін дедім. Жақында ғана жолдасым Турцияға іс-сапармен барып келген еді. Қазір оны ашып көрейік. Менің тапсырыстарымды алып келді. Хит болған осы бір шампунь биоксин деген. Ішінде 3 дана екен. Мен ашып көрдім. Екеніз. Есі жағымды, бірақ әрине бір жуғаннан ешқандай әсерін көрмедім. Уақыт өте келе шашымның түсуі тоқтады ма, оны көретін боламыз. Бұның ақ түсі майлы типті шашқа арналған, ал қызыл түсі барлық шаш түріне арналған екен. Сонымен қатар мынандай түрінде алып келді. Бұны әлі жуып көрмедім. Көретін боламыз. Айтпақшы, айта кететіні период болады. Өзіне қарауға, күтім жасауға кішкене көңіл күй болмайды. Білмеймін ол неден екен. Мүмкін қандай да бір дәрумендердің жетіспеушілігі ма, бірақ сондай кездерде болатын басқа да қыздар бар шығар. Олай болса пікірге жазып кетіңіздер. Мысалы, күтім жасаған келмейді, дайын тұрған тканевая масканы жасағын келмейді. Ондай кездер болады. Бірақ ол уақыт өте келе дұрысталады деп ойлаймын. Жаңа айтып өткендей, өзіме сондай-ақ бұрыннан ағым келіп жүрген турецкий витамины алып көрдім. Ол бізде осындай Ocean Mami мультивитамин, омега және D3 және B тобы дәрумендері құрамында бар. Келесі бізде йод. Йодты ішіп бастадым. Және магний. Өте сен көріп қалған жоқсың ба?
барлықтарыңызға соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау саламат.